жақсы ма? Дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Балалар, суретке назар салайықшы. Суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасыздар, отбасы мүшелері. Ендеше балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы отбасының қоғам өміріндегі маңызы. Сабақтың мақсаты отбасының қоғам өміріндегі маңызын дәлелдеу. Отбасы мүшелерінің функционалдық рөлін талдау. Тірек сөздер: отбасы, қоғам. Ал енді оқушылар, отбасы құндылықтарына назар салыңыздар. Отбасы сыйластық, адамгершілік, сүйіспеншілік, бір-біріне деген құрмет, ауызбіршілік, шынайылық, мейірімділік, салт-дәстүр құндылықтарынан тұрады. Балалар, айтыңдаршы, адамға отбасы не үшін қажет? Отбасы мүшелері бірін-бірі қалай атайды? Ал енді осы отбасының қоғамдағы рөлі қандай деп ойлайсыңдар? Балалар, адамдардың атқарған істеріне қарай бірлескен тобын қоғам дейді. Отбасы және біз қоғамның бір бөлшегіміз. Отбасын бір үйде тұратын ең жақын адамдар құрайды. Отбасы үй шаруашылығына, бала тәрбиесіне пайдаланатын қаржы-қаражатты бірлесе, ақылдаса отырып атқарады. Әр отбасының өзінің тәртібі бар. Ол қоғамға байланысты қалыптасады. Сонымен бірге отбасы өз алдына өмір сүре алатын қоғамның бір бөлшегі болып саналады. Балалар, ойланып көрейікші. Жамандық, қиындық туса, бізді кім тыңдайды? Сабырға шақырып, ақылын айтып, кім қорғайды? Бірінші көмекті біз кімнен сұраймыз? Бұл сұраққа жауапты сендер мен жасты балалар береді. Ендеше құлақ салып, мұқият тыңдайық. Атам менің әманда, кішіпейіл бол деген, ақыл сөзі санамда, мақтанбауды жөн көрем. Атам менің әрқашан, мейірімді бол деген, ақыл сөзі санамда, жасы үлкенге жол берем. Әжем менің ақ әжем, ешкімде жоқ әжем, ертегі айтып береді, маған да сол керегі. Әжемді жақсы көремін, өлең айтып беремін, үлкен болып өскенде бәрін алып беремін. Әкем біреу, анам да біреу менің, мен жығылсам сүйенер тіреулерім. Олар барда мереке көрген емен, қабақтарын шытқанын түнергенін. Әке білек саусағы балалары, қан тамырмен жалғасқан аралары. Ана тамыр бойымен бәріне де тіршіліктің жылуы таралады. Жарайсыңдар балалар. Сендерге көп рахмет. Міне балалар, бізге көмекке келетін, сабырға шақырып, қорғайтын ата әжеміз, әке анамыз екенін білдік. Енді балалар, отбасы мүшелерінің атқаратын рөлін анықтайық. Біздің ата-анамыз отбасын асыраушы, тәрбиеші және әлеуметтік қолдаушы. Яғни, олар балаларын асырайды, тәрбиелейді және үнемі балаларына қолдау көрсетеді. Ал балалардың отбасындағы рөлі қандай? Әңгімелеп бере аласың ба? Адамның бала кезінен отбасынан алған тәлім тәрбиесі оның күнделікті ісінен байқалады. Бала
өмірінің көп бөлігін отбасында өткізеді. Сондықтан бала отбасындағы ең жақын адамдары атасы, әжесі, әкесі, анасы, ағасы және әпкелерінің қамқорлығында өседі. Бала өмірдегі алғашқы тәжірибесін отбасынан алады. Айналасымен танысады, бақылайды, қоғамда өмір сүруді үйренеді. Ал қазір балалар дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерімізді ашып, берілген тапсырмаларды мұқият тыңдап жазамыз. Бірінші тапсырма. Ата-анаңды немесе жақындарыңды ренжіткенде қандай сиқырлы сөз айтасың? Осы сұраққа жауап беруіңізді сұраймын. Екінші тапсырма. Мақалдарды сәйкестендіріп жаз. Мысалы, ақылдасып пішкен тон келте болмас. Яғни, отбасындағы барлық жұмыстарды, мәселелерді бірге отырып ақылдасып шешу керек деген мағынаны білдіреді. Әрі қарай 5 мақалды өздеріңіз сәйкестендіріп жазыңыздар. Үшінші тапсырма. Отбасылық бақыттың құпиясы неде деп ойлайсың? Өздеріңіздің бір бақытты сәттеріңізді суретке салыңыздар. Мен үлгі ретінде сурет бердім, ал әрі қарай сіздердің қиялыңызға ерік бердім. Ал қазір балалар ойын ойнайық. Менің үйім ойыны. Балалар, отбасымызбен бірге тұратын үйімізді құрастырып салып көрейікші. Үйімізді салу үшін қай сөздер жазылған кірпіштерді пайдаланамыз? Дұрыс айтасыздар, балалар. Осы сөздерден әдемі үй құрдық. Жарайсыздар. Мен сіздердің отбастарыңызға осы үйде жазылғанның бәрін үйірімен тілеймін. Үйге тапсырма, балалар. 22, 23, 24 беттерді оқып мазмұндаймыз. Қорытынды. Алдарыңызда 3 жүрек тұр. Үлкен жүрек сабақты толық түсіндім дегенді білдіреді. Ортаншы жүрек сұрақтарым бар. Ал кіші жүрек тақырыпты мүлдем түсінбедім дегенді білдіреді. Осы жүректің біреуін таңдаңыздар. Менің ойымша, сіздер үлкен жүректі таңдадыңыздар. Адамның ең басты құндылығы ол отбасы. Тек қана отбасында адам толыққанды бақытты бола алады. Бақытты болыңыздар, балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.